Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. 2026 жылы қандай болады деп сұрап жатқан кісілерге айтарым. 2026 жылды ешкім болжай алмайды. Ешкім болжай алмайды. 2026 жылдың қандай болатыны әр адамның өзінің ішкі күйіне байланысты. Өзінің көзқарасына, ойына, ішкі сеніміне, ішкі күйіне, сезімдеріне байланысты. Сол үшін ішіңізде әлі соғыс болып жатыр ма? Соғысты тоқтатыңыз. Әлі қорқыныш үреймен жүрсіз ба? Тоқтатыңыз. Сіз сезімдеріңізді ауыстырыңыз. Қорқыныштың кеңістігіне, махаббаттың кеңістігіне өтіңіз. Себебі мына бүкіл әлем біз абсолют жаратушының бөлшегі. Бәріміз бір тұтас санамыз, физиканың тілімен айтқанда. Шексіз санамыз. Сен балаң дұрыссаң, өзің дұрысқаның. Күйеуіңе ренжісең, өзіңе ренжігенің. Енеңе өкпелесең, өзіңе өкпелегенің. Сен менсің, мен сенмін. Енең де сенсің, енең сенсің. Күйеуің сенсің, мен күйеуіңмін деген сияқты. Бір-біріңмен бәріміз біргеміз. Жақсы жаман, ақ-қара деген жоқ. Дұрыс-бұрыс деген жоқ. Барлығы сіздің ішіңізде болып жатыр. Бүкіл іштегі соғысты тоқтатамыз. Ешкіммен, сырттағы айналадағы адамдармен соғысып жүрген, ол өзіңмен соғысып жүргенің. Осы уақытқа дейін адамдар өзімен өзі соғысты. Осы уақытқа дейін біз түсінбедік. Өзімен өзіміз соғысып жүріп, өзімізді тәрбиелейдік, есейттік. Ол кезеңдерде біз қиналдық, жыладық, әртүрлі эмоцияларды сезіндік, шыңдалдық, шынықтық. Енді 2026 жыл бұл бүкіл барлық тағдыр сценарияңызды өзіңіз жазасыз, өз қолыңызға тапсырып берді. Сіз ішіңізде өзіңізді бай сезінесіз, байсыз. Ішіңізде бақытты сезінесіз, бақыттысыз. 2026 жыл сіз үшін сондай бір керемет, күшті сезім берсе, 2026 жыл сіз ең керемет жетістікке жеткен, табысқа жеткен, қуанышқа толы, бақытқа толы, шаттыққа толы жыл болмақ. Бұл сіздің тікелей ішіңізде қалай ойлауыңызға байланысты. Сіз үшін қорқынышты жыл болатын болса, соғысқа толы жыл болатын болса, тура солай болады. Өйткені соғыс та, бәрі де